кетіпсің құлпырып, бір бақыт сәулесін төккендей. Сен туған күн мерекеміз, ән бастайық келекеуміз. Ұмытпа сен құрбым, есте қалсын мәңгі бұл күн. Ұмытпа сен құрбым, есте қалсын мәңгі бұл күн. Жасқанба жасыма, отыршы қасыма, басталсын бір терең әңгіме. Қуансын ел ертең, қолыңды берер кем, жалғыздық жойылсын мәңгіге. Сен туған күн мерекеміз, ән бастайық келекеуміз. Ұмытпа сен құрбым, есте қалсын мәңгі бұл күн. Ұмытпа сен құрбым, Одан кейін енді құдағайлар енді Шолпан құдағай. сосыз қымыз күйеу болған жеңгесі бұдан кейінгі меруерт егер менің бұдан кейінгі ақ жақтан келіп отыр шолпанның жиен апасы Асия деген. Қабаға отырыңыз. Сәружан мен шолпан білесің ғой енді, келе алмай қалды, бірақ қайта-қайта жұрнап айтылады. Келе алмағанына ода кішкене оқылып, нетіп жатыр ғой енді, онан басқа ой ондайдан қалмайды. Саған шолпан енді қалған уақытта тек денсаулық, мына балаларым қазығын қорып, немере шөбере отырайын, балдар аман болсын, қызың менен балам. Енді Алжия алыстан біздер енді көп білмейміз. Бәрі саған айналайын, саған аманат аналары. Ауырма енді, келіп отырған қонақтарға бәрімізге де денсаулық дейміз, алтарыңыз ашық болсын, дендеріңіз сау болсын. Мына бүгінгі Шолпанжанның кешінен ары-қарата қызықты етіп өткізуге сендерге, кластастар, құрдастар, сендерге тапсырам енді. Келгендеріңе бәріңізге де рахмет. Tamada айтып өтті, тойда кешіретінде біреуге ерте біреуге сағалты яшы дейді. Егіз басқан не болды таушай? Сұйық шай. Әкеңіз қойып тұрып сәйбі. Біреуге ерте біреу кеште онда айтайын. Енді қалай жазып көреді, солай тамада айтады. Енді құрметті қонақтар, құрметті құда-құдағайлар, құрметті мына Шолпанның класстастары, ауылдастары, көршілері, мен қателеспесем Ақжайықтан, мына бұлдармен жаңа әдейі ескертіп айтып жатсыңдар ғой. Бәріңізге қош келдіңдер. Шолпан, енді біріншіден сенің 60 жас туған күнің құтты болсын, денсаулығың мықты болсын. Әрине 60 жас
70 жас, 80 жас, 90 жас деп мен бөлмеймін. Алла тағаланың өзі берген жасына аман есен жетіп, өмірдегі қызықты көре беруіңе тілектеспін. Әрине 80 жастағы адамды да көріп жүрміз. 90 жаста қазір анам 91-де онда көріп отырмыз. Өмірдің берген жасына Алла тағаланың жетіп, аман есен осы ол қыздарыңыздың, немерелеріңіздің, шөберелерінің қызығын көре беруге мен тілектеспін. Енді дәл осыншама кездесі келді, бірақ та екеуміз қатар шыға алмадық. Апам енді 91-де қазір соғыстың қасында қалды, тағы бір жағдайда борыш болса халықтан жасылар деген бағытта үйде қалды. Дұғай сәлем айтты. Сен 60 жасың құтты болсын, Әрменқатта туған күнін жыл сайын тойлай берсін жайлап. 60-тан 61-ге Әрменқатта жете береді. Осы құрметті де қуанышты дастарханда отыра беруіңе, мына қызы балдарының немерелерінің шөберелерінің қызықтарын көре беруіңе тілектеспін. Әрдайым аман сау болыңыз. Бір жақсылықпен, қуанышпен кездесе берейік. Амин. Іс басар маған қарап қой. Күліп. Не қылып? Қабақ деме, күліп қой. Ешқашанда қабақ дейміз ғой. Қабақ деме. Күліп қой, а то. Біздер сол сендерді көтерейін деп келіп отырмыз. Білеміз ғой біздер. Құрдас қой ол деген.